Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлем назарындағы Қазақстан. Мың 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заң қабылданды. Тәуелсіздік халыққа берген үлкен бақыт, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Бүгінге дейінгі барлық жетістіктеріміз тәуелсіздіктің арқасы деп білуіміз қажет. Қазақстанның тәуелсіздігін ресми түрде ең алғаш болып мұхиттың арғы жағында жатқан Америка Құрама Штаттары мойындады. Екінші болып Қытай, сонан соң Ұлыбритания мойындады. Оның артынан Моңғолия, Франция, Жапония, Оңтүстік Корея және Иран ислам мемлекеттері мойындады. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін дербес мемлекет ретінде халықаралық аренаға шықты. 1992 жылы 2 наурызда Біріккен ұлттар ұйымына кірді. Сонымен қоса халықаралық валюта қорына, Дүниежүзілік банктың халықаралық даму ассоциациясының инвестициялық мәселелерді шешу жөніндегі халықаралық орталықтың Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мүшесі болды. Елімізде индустриялық инновациялық даму бағдарламасы қарқынды түрде жүзеге асырылды. Қазақ елінің дәл ортасынан Евразия кіндігінен барша қазақстандықтардың мақтанышы әрі ұлттық жетістігіміз Астана қаласы бой көтерді. Нәтижелі жүргізілген сыртқы саясаттағы жетістіктердің арқасында Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, Ислам конференциясы ұйымы секілді беделді халықаралық ұйымдардың салмақты мүшесіне айналып қана қоймай, мемлекетаралық қарым-қатынастарда да еліміздің мәртебесін көтеретін саяси оқиғаларға, тарихи кезеңдерге де бастамашы болды. 2013 жылдың 1-2 желтоқсанында Қазақстан Республикасының төрағалығыменен бірнеше мемлекеттің басшылары елордамызда бас қосып, Астана доктринасын бір ауыздан қолдады. Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекеттер арасында бірінші болып ұзақ мерзімге арналған стратегиялық даму жоспарын таңдап алған елдің бірі болды. 1997 жылдың 11 қазанында Қазақстан 2030 атты мерзімді дамуындағы стратегиялық бағдарламасын қабылдады. Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ең алдымен көршілес шет елдермен екі арадағы шекараны бекітті. Қазақстан-Қытай мемлекеттік шекара сызығын бекіту туралы хаттаманы бекітіп, сол заңға сәйкес 1999 жылы мемлекет басшылары шекаралық мәселелерді реттеп, құжаттарға қол қойған болатын. Осындай тарихи маңызы ерекше оқиға еліміздің халықаралық деңгейдегі беделінің арқасында келгенін және қазақ дипломатиясының сыртқы саясаттағы нәтижелі еңбегінің жемісі деп білеміз. Еліміздің нығайып халықаралық беделінің өскенін көрген әрбір қазақстандықтың кеудесінде мақтаныш сезімі пайда болады. Қазір іргелі тәуелсіз ел, қуатты мемлекет болдық. Тарихты жасайтын тұлғалар өскелең ұрпақтың ұлт мүддесіне қызмет етуіне жол ашып қана қойған жоқ. Әлемдік өркениеттің дамуына да ықпал етті. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан халқы ынтымақтасып, жалпы ұлтаралық бірлікті нығайтуға, рухани, мәдени жаңғыруға қол жеткізді. Тек мемлекеттік деңгейде ғана емес, жеке тұлға ретінде де өнер әлемінде, спорт додасында да жүрген қазақ азаматтары өз үлесін қосып келеді. Атап айтатын болсақ, Тимур Бекмағамбетов, қазақ елінің мақтанышы, қазақстандық кинорежиссер, продюсер, халықаралық дәрежедегі Астана,
экшн фильмдер кинофестивалінің президенті және оның негізін қалаушы. Бүгінде Тимур Бекмамбетовтың аты голливудтық кинорежиссерлардың қатарында тұр. Бекмамбетовтың режиссерлігіменен түсірілген және продюсерлік қызметтерін қоса атқарған фильмдері өте көп. Және сондай қазақтың мақтанышы Майра Мұхамедқызы әлемдік сахнада Мария Керей есімімен танымал қазақ елінің тумасы, яғни опера әншісі. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Ең үлкен атағы Париждегі Гранд операда қазақ елінің атынан өнер көрсеткен тұңғыш әрі қазірге дейін жалғыз опера әншісі. Майра Мұхамедқызының атын жақын шетелдің барлығы таниды. Атап айтатын болсақ, Европа мен ақш оның опера орындауындағы шеберлігіне тәнті. Математика саласындағы ерен еңбегімен елге танылған Асқар Жұмаділдаев математик, ғалым және қоғам қайраткері. Физика-математика ғылымдарының докторы. Асқар Жұмаділдаевтың атағын көптеген шетелдер біледі, себебі оның төртқара және төрткен алгебралар атты еңбегі әлем ғалымдарын таңғалдырған. Европа, ақш университеттеріне шақыртулар алып, түрлі деңгейдегі байқауларға қатысқан қазақ еліндегі бірден бір есепке жүйрік азаматтың бірі. Өздеріңізге танымал Димаш Құдайберген, яғни қытайлықтар Димаши деп атап кеткен қазақтың мақтанышы әншісі. Бүкіл әлемді аузына қаратқан Димаш Құдайберген. Осы уақытқа дейін Славян Базар байқауын жеңіп, Европаны шулатып, енді Қытайда өтіп жатқан Мен әншімін бағдарламасына қатысып, бүкіл әлемді тәнті еткен әншіміз. Лара Фабианның өзімен кездесуге мүмкіндік алған жас таланттың бағын ашқан оның ерекше дауысы болатын. Голливуд жұлдызы Қытайдың ең ұлы актері Джеки Чанмен кездесуде Димаш өнерінің арқасы болатын. Қазақстан әлем елдері мойындаған егеменді тәуелсіз мемлекет.